Алкендер құрамында қос байланысы бар қанықпаған көмірсутектер. Қос байланыс олардың химиялық белсенділігін арттырады. Этен ең қарапайым алкен, оның формуласы C2H4. Молекулада бір сигма және бір пи байланыс болады. Этен бром суымен әрекеттесіп, оны түссіздендіреді. Бұл оның қосылу реакциясы екенін дәлелдейді. Этен сутекпен әрекеттесіп, этан түзеді. Бұл реакция гидрлеу деп аталады. Этен молекулалары бірігіп, ұзын тізбек түзеді. Бұл процесс полимерлену реакциясы деп аталады. Полиэтилен құрылымы қайталанатын бірліктерден тұрады. Бұл оның беріктігі мен икемділігін қамтамасыз етеді. Пластик табиғатта өте ұзақ уақыт ыдырайды. Бұл қоршаған ортаға үлкен зиян келтіреді. Пластик қалдықтарын қайта өңдеу өте маңызды. Табиғатты қорғау әр адамның міндеті.